Наурыз көже. Қазығұртқа Нұх күн мен түн теңескен кезде тоқтады. Бұл 22 наурыз күні екен. Пайғамбар апаттан аман қалғанына шүкірлік етіп, Құдайы тамақ бермек болды. Кемедегі азық-түлікті қараса, қап түбінде алақандай ет, 1-2 құрт, 1 уыс бидай мен жүгері, тары, су, 1 шөкім тұз қалыпты. Пайғамбар барлығын қазанға салып пісірді. Тағамды әр былғаған сайын Алланың есімін айтып ұлықтады. Тәңірісі періштелерге көрдіңдер ме? Мен үшін қолдағы барын салып ас беріп жатыр. Барып қазанына кәусардан тамызыңдар, берекемді шашыңдар деді. Періштелер жиналып қазанды былғады. Азғантай 7 түрлі дәмнен жасалған тағам берекелі асқа айналды. Жан-жануар, аң-құс жиналып пайғамбардың қазанынан дәм татты. Содан бері Нұхтың бұл тағамы тілеу көже немесе наурыз көже деп аталыпты. Наурыз күні адамдар мен жануарларды тойдыру пайғамбардың сүндетіне айналыпты. Нұх кемесінде келе жатқанда қой мен түйе сияқты жануарлардың жүні түлеп жерге түсе бастайды. Ол заманда малдың түгін кәдеге асыратын ақыл ой әлі дамымаған еді. Түлеп түскен қырқыбыл малдың тұяғына езіліп жата берді. Жануарлар оның үстіне зәрін төгіп аяғымен таптай түсіпті. Топан су бітемін дегенше әлгі жүн жыбыр зәрге иленіп, тұяқпен тапталып, қатты киізге айналады. Нұх Қазығұртқа келген соң малдың бәрін шығарып, кеменің ішін тазалайын десе, еденде төселіп жатқан киізді көреді. Сыртқа алып шығып жерге жайып еді, төсенішке айналды. Жамбасын жылытып, үйінің сыртын қаптап еді, киіз үй болып шыға келді. Суықтан қорғады. Киізді қиып етік, қалпақ, кебенек тігіп алды. Дорба мен қап жасады. Тіпті бесіктегі немересінің түтігін де киізден қиды. Осылайша алғаш рет киіз басу өнерін адамзатқа үлгі етіп қалдырды. Ең алғашқы киіз Қазығұртта жасалған. Бұл өнер қазақ жұртына айрықша дарыпты. Олар киізді ою-өрнекпен байытып, текемет, сырмақ, түскиіз, откиіз, сырдақ сияқты әдемі төсеніштерді дүниеге әкеліпті. Нұхтың заманында бір кемпір өмір сүріпті. Ол жалғыз сиырын сауып, сүтінен қатық істеп, пайғамбарға әкеп береді екен. Әр келгенде шырағым-ау, ертең топан су қаптаса, мені де сиырымды да кемеңе салып алуды ұмытпа, дейді екен. Сел басталғанда абыр-сабыр болып жүріп, Нұх кемпірді ұмытып кетеді. Қазығұртта наурыз тойлап жатса, баяғы кемпір қатығын алып келіп тұр екен. Бұл не той? Топан су қашан болады? Апат келсе бізді ұмытпа қалқам, деп өтінді. Нұх ұялып қалды. Кемпірден кешірім сұрап, болған жайды баяндады. Сонда кемпір: бәсе, бірнеше ай болды, сиырдың аяғы өрістен балшық боп қайтады. Құрғақ жерде мына қақпас ненің суын кешіп жүр деп ойлаушы едім. Адамды сонша шошытқан топан суың сол ма, депті. Нұх кемпірді ұмытып кеткенімен досына жақсылық қылған кейуананы мейірімді Алла естен шығармаған екен. Тағы бір аңызда Нұх пайғамбар кемесіне күллі хайуанның тұқымы жайғасқан кезде біразына орын болмай қалады. Олардың қатарында құлан, қыран, қоңыр атты әулиелер орын болмаған соң ағаштан сал жасап Нұхтың кемесіне тіркеледі. Ағынмен келе жатқан кезде 3 әулиенің салы 3 жаққа кеткен екен. Топан су қайтып, тау-тастар көріне бастаған кезде әулиелердің салы 3 тауға бөгеліп тоқтапты. Қызыл тауда құлан әулие, Ақбет тауда қыран әулие, Қоңыр әулиенің салы ең соңғы болып Шыңғыстауға келіп тіркелген көрінеді.
апаттан нұхтың Сам, Хам, Жаппас деген 3 баласы келіндерімен аман қалады. Бірде пайғамбар шаршап шынар ағаштың саясында ұйықтап жатыпты. Желден оның көйлегінің бір шеті түріліп, әуретті жері көрініп қалады. Хам әйелі екеуі бір-біріне ишара қып күліп отырады. Кіші ұлы Жаппас мұны байқап қалып, әкесінің ұятты жерін дереу бүркеп әлек болады. Сам күлгені үшін Хамға дүрсе қоя береді. Айғай-шудан әкелері оянып кетті. Ол күлкісін тыя алмай отырған келіні мен ұлын көріп ашуланды. Сол кезде Алладан әмір келіп: «Ей Нұх, әкесіне жақпаған маған да жақпайды. Әдепсіз болғаны үшін Хамның ұрпағында ұят жағы кем болар. Әкесіне жасағанын алдарынан келтірем. Әуреттері жабылмай жалаңаш жүреді. Ұрпағы не тамаққа, не ғылымға жарымайды» деді. Алла тағала Хамның ұрпағын қара түсті нәсілге айналдырыпты. Кейін Нұхтың 3 ұлы әке өсиетімен әр тарапқа таралды. Үлкен ұлы Сам Парсы жеріне қоныстанды. Одан қазіргі Парсы, грек жұрты тарады. Хам Үндістанға жол тартты. Ал Жаппас қара шаңырақта Тұран даласында қалды. Одан түрік, қазар, сақлап, орыс, мың, шын, кеймар, тарих сын есімді 8 бала туды. Әлемдегі күллі халық Нұхтың осы 3 баласынан тарайды екен. Нұх пайғамбар топан судан соң 350 жыл ғұмыр кешті. Мұхаммедтің нұры одан тұңғыш ұлы Самға көшті. Оған калима айтып, пайғамбар нұрын таза сақтауды өсиет етті. Дәм-тұзы таусылған шағында Нұхқа Жебірейіл періште келіп: «Ей Нұх, бүкіл пайғамбардың ішінде ең ұзақ жасағаны сенсің, өмір қандай екен?» деп сұрады. Өмір шіркін, бір есіктен кіріп, екінші есіктен шыққандай екен. 1000 жыл ғұмырым жарқ еткен найзағайдай өте шықты депті. Кемпірқосақтың жаралуы. Нұхтың кемесі қазығұртқа тоқтаған соң, бүкіл жанды мақұлық сыртқа шығып, көңілдері жайланады. Пайғамбар 3 ұлымен бірге жерге қазық ұрып, жаңа қоныстың іргесін қалап жатқан. Бір кезде жаңбыр жауып кетіп, Нұх пайғамбар: «Топан суы тағы басталып кете ме?» деп қорқып кетіп, Тәңірге жалбарынды. Сол сәтте Құдайдан әуез келіп: «Ей Нұх, басыңдағы сәлдеңді алып көкке қарай лақтыр, не болғанын көресің» деді. Нұх сәлдесін шешіп аспанға атып жіберді. Сол-ақ екен, сәлдесі көкжиекке барып асылып тұра қалды. Күннің жарқын сәулесі мен су тамшыларынан керемет түстерге боялып құбылды. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін түстермен көз арбады. Нұх мына ғажап көріністен көз айыра алмай жаратқан иесіне: «Ей Нұх, бұл бір мөрлі келісім болсын. Енді бұдан былай топан су баспайды. Жаңбыр қанша жауып, нөсер қанша құйса да аяғында тоқтайды. Ұрпағың мен қауымың мынаны білсін: көк жүзінде кемпірқосақ керілсе, жауынның толастағанының белгісі» деген екен. Содан бастап адамдар жаңбырдың тоқтағанын кемпірқосаққа қарап біледі екен. Нұх пайғамбар кемеден түскесін 3 баласын дүниенің 3 тарабына жіберді. Үлкен баласы Самнан барша ақ нәсілділер тарады. Ортаншысы Хамнан қара нәсілділер көрбіді. Кіші ұлы Жаппастан түркі нәсілі тарады. Топан судан кейін үшеуі де қайғырып жүрді. Еңселері түсіп, өмірден бас кешетін. Алла олардың көңілдерін ауламақ болып, ойын күлкіні жаратып, оны 10 бөлікке бөлді. Бір бөлігін Сам мен Жаппасқа берді. Әкесінің етегі ашылғанда әуретіне күлгені үшін Хамға 9 бөлігін берді. Хам ұрпақтарының ұяттары төмен болып, түрлі шулы әуендерді, шектен шыққан билерді, думандарды ойлап шығарды. Жер жүзіне тарады. Топан суына дейін жердегі өсімдіктің бәрі ақ боз түсті болған екен.
Су толық тартылғанша 6 айдан аса мерзім өтті. Осынша уақыт судың астында тұрғасын шөп атаулыға көкшіл рең әбден сіңді. Сөйтіп өсімдіктер ақшыл түстен көк жасыл бейнеге ауысты. Ал теңіз, мұхит түбіндегі балдырлар, шырмауықтар, тұңғиық гүлдері бір замандағы осы шөптердің тұқымдастары екен. Топанның кезінде жердің бетін 40 кез су басты. Су астындағы құм, топырақ лайға айналып ағыспен бірге көшіп жүреді. Олар бір дараққа, талға тірелгенде сол жерге жинала береді. Жан-жақтан жиналған құм шағылға, ал лай топырақ төбеге айналды. Кейін топан су тартылғанда мұнар төбелер мен құм бархандар пайда болған екен. Сондықтан абыз қариялар, топан судың болғанына сенбесең, төбе мен шағылға қарап, кез келген төбе мен шағылдың астын қазсаң, не ағаштың, не үлкен тастың тұрғанын көресің, дейді екен. Осылайша Нұхтың кемесінің топан судан аман қалғанын байқауға болады екен. Әңгіменің соңы.